Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет салаттың жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Бұл салатты жасап көріңіздер және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл салат сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық құрамды осылай пісіріп және де кесіп алдым. Салатымызды дайындап бастаймыз. Ол үшін бізге суда піскен жұмыртқа, одан кейін копченый тауық еті және де маринованный огурцы және де консервідегі горох қажет болады. Содан кейін консервідегі грибыды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және майонез қосып жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын болды. Керемет ыдыстарыңызға салып, әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум.